қаржыгер, блогер Роза Әшірбаева. Маған на самом деле тамақ істеуді көп нәрсені папам үйретті. Осы еркектер басымызға шығарып біттік қой. Кей кетем да, батонда отырам үйде. Мені асырасын дейді да. Ты чё? Қызыма үйтіп айтпағам. Ондай болу мүмкін емес дейді. Жігіттер, жұмыс істемейтін қыздармен жүрмеңдер. А негізі отбасы деген одақ та ол. Маған скриндарын жібереді ғой. Ертең сен күйеуіңнен таяқ жеп жатсаң, это из-за того, что сен қамыр жай алмайсың. Демек сіз кәсіби психолог емессіз. Контекст жоқ па, онда не о чем разговаривать. Бесінші дейсің ғой. Раздражает меня. 100% келісу де қиын. Надо было предохраняться, что ты думал? Әрине. Әрине. Классный комментарий. Ассалаумағалейкум, бұл Парадокс. Сіздермен бірге мен Асхат Садырбай, әріптесім Перизат Мырзахмет. Бүгін бізде қонақта коуч, қаржыгер, блогер Роза Әшірбаева. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Сіз негізі сабақ бересіз, курстар өткізесіз, қаржылық сауаттылық бойынша адамдарға кеңес бересіз. Бірақ сізді көбісі психолог немесе қарым-қатынас бойынша сарапшы деп таниды. Мен сіз дұрыс таныстырдым ба, жоқ әлде? Дұрыс таныстырдыңыз. Негізі солай еді, қалай болды сол? Қалай көшіп кеттің ана қаржыдан мына жаққа? Көшкен жоқсыз ғой, бірақ әлде қалай? Көшкен жоқпын. Параллельно жүріп жатыр. Иә, мен әлі де университетте студенттерге қаржылық сауаттылық бойынша лекциялар оқимын. Маған ұнайды. Қаржылық сауаттылық ол өте маңызды, жастарға маңызды. Яғни қаржылық сауаттылық ертең ақша тапқан кезде бір бизнесмен кәсіпкер болған кезде сол кезде үйрену емес, оны жасөспірімге балаға үйрету керек ол нәрсені. Сол мәселеде университетте мен лекция оқимын әлде, бірақ қарым-қатынасқа келіп тіреледі. Өйткені ақша мәселесі бізде қазақ қоғамында ол уже қарым-қатынасқа өтіп кеткен қарым-қатынасқа. Біздер қарым-қатынастағы проблемаларды шеше алмағандықтан ақшамен де проблема болады да. Сондықтан да ақшаны разбор жасап бастайсың, ары қарай қарым-қатынас. Ол бірінші фактор. Екінші фактор, осындай тікелей эфирлерде оқырмандармен сөйлескен кезде маған ақша туралы сұрақ қоймайды. Мен ана енем біткенде, ана күйеуім біткенде деген сұрақ болады да. Не істейсің? Түсініп тұрғаннан кейін, опыт болғаннан кейін жауап беріп, сол арқылы танымал болып кетті. Негізі қарым-қатынас өте актуальный тема ғой қай кезде де. Тәжірибе сен жаңа опыт болғаннан кейін деп жатсың ғой, ол өзіңнің басынан өткен нәрсе емес қой, ол сенің осы уақытқа дейін жұмыстан жинап блогингтағы, коучингтегі мен 5 жылдан бері уже не деймін ғой, инфобизнестемін. Адамдар өте көп всегда. Сосын менде дайректте өзім отырамын. Қазір міне қазақша проектімде 200 мыңнан астам оқырманым бар. Дайректте өзім отырамын. Ерінбей аудиомен жауап беріп отырамын да. Оның бәрі маған опыт. Мен үшін ол опыт та. Мен оған ақы сұрап не істемеймін. Яғни қарым-қатынасқа байланысты мәселені тікелей эфирде жауап беремін, немесе дайректте жауап беремін. Ал қаржылай консультация ол ақылы. Екі баланың анасысыз. Қалай үлгересіз оның бәріне? Екі балаларым біріншіден үлкен уже. 16-да, 12-де. Бұл кісі жастай кетіп қалған ғой десе. 22-де тұрмыс құрғанбыз. Тамаша. Екеуі уже үлкен. Кішкентай кезінде атам мен енем қатты көмектесетін. Даже мынандай не да, мен жұмыс істеймін. Неге декретте көп отыра алмаймын. Бірінші баламен 8 айда шығып кеттім, екінші баламен 6 айда шығып кеттім. Сонда атам мен енем былай баланы 2 сағат сайын емізу керек қой. Жұмысқа дейін бір еміземін. Сағат 11-де машинамен екеуі әкеп тұрады баланы. Мен емізіп беремін, машинада отырып, екеуі шығып тұрады машинадан. Сөйтеді де қайтадан баланы ұстап алады да алып кетеді. Сосын обедте тағы алып келеді. Мен атам мен енем сөйтіп көмектескен маған. Баланы бағуға, не істеуге 2 жылға дейін үзбей, как положено, емізген 2 ұлды да. Өте үлкен поддержка жасайды. Ол көптеген қыз-келіншектің арманындағы ата-ене ғой. Оған вот қазір бәрінің сұрақ қоятын сұрақ, оған қалай жеттіңіз? Ол до сөйлесілген нәрсе ма? Жоқ. Сен білмеймін енді бізде әдетте кеше сенің бір тиктогыңнан көріп қалдым, қыз бала немере бағам келінді тәрбиелеймін деген сенен көріп қалдым. Қойыңдашы осы деп айтамын. Оларда ондай болған жоқ. Өздері сондай адам. Табиғи түрде өздері. Хотя ауылдың адамдары бір қалада городская болып, Алматыда не істеген өте қарапайым кісілер. Менің жолдасым үйде бір-ақ бала. Баланың қадірін біледі. Сондықтан да мен келін болып түскен кезде олар маған қыз ретінде қарады да. Ана үйде бәріне тәтті шай бәрі кетті ғой, қонақтың бәрі кеткеннен кейін атам айтты, ана халат, андай орамал тағып жүрмеші, сен біздің қызымсың. Өз үйіңде қалай жүрдің, тура солай жүр деп. Сол үйге қонақ келген кезде ғана дежурный халатымды киіп орамал тағатын едім да мен. Сәлем салатын кезде басқа туысқандардың алдында. Так үйде біз осылай тұрдық. Жаңа нәрсені нақтылап алайықшы. Сонымен алдымен саясат па, идеология ма, жоқ әлде экономика ма? Қазір біз үшін маңыздысы. Отбасылық мәселеде. Иә.
отбасылық мәселеде Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мен қаржылық сауаттылыққа үйреткім келеді, әңгімені бастап келе жатсам, қайтадан жаңағы отбасылық мәселе, идеология деп ала салайықшы енді оны. идеология басымырақ болып тұр ғой. Иә. Өйткені қазір бізде қоғам мындай, мен патриархалды қоғам дейміз, классический формат семьи, ер адам табады, әйел адам үйде бала шағамен отырады деген формат экономикалық тұрғыда ол невыгодно. Ол ешкімге невыгодно. Соның кесірінен ер адам ерте өліп кетіп жатыр. Өте көп ауырады, ауруын жасырып өліп кетеді. Одан бөлек үлкен депрессияда психологиялық проблемалар іш кетеді. Енді, конечно, біз қазір тыңдап отырған аудитория осы еркектер басымызға шығарып біттік қой, енді депрессияда екен деген сияқты да. Но былай қарасақ, қоғамда ер адамның мойнына бәрін іледі. Хотя у него нету опыта. Мынандай парадокс. Мен лекция оқимын қаржылық сауаттылық бойынша. Зумда отырамыз. Допустим, 20 студент болатын болса, 10 қыз, 10 жігіт дейік, иә. Стандартный сұрақ қоямын. Жастары 17-18-де, бірінші курстың студенттері. Қайсың ақша тауып көрдіңдер осы жасқа дейін деп сұраймын ғой. Сонда қыздардың бәрі ақша тауып көрген. Ұлдардың 1-2 ғана. Яғни ұл баланың тәрбиесінде үлкен қателік кетеді, бізде ұл балаға жауапкершілік бермейді. Оны жаңағыдай бытовой проблемасын өзі шешетін тәрбиелемейді. Мысалы, үйде ұл мен қыз болатын болса, үйдің тірлігін қыз істейді, ұл істемейді. Я уже ұл баланы бытовой инвалид қылып тәрбиелеп келе жатыр да. Сөйтеді да, ол ертең үйленеді да, ол отырады, жұмысқа барып келді, отырады, а жұмыс болмаған кезде не істейді ол? В итоге с него спроса, ол жігіт болып үйленгенге дейін срокта, той болғанға дейін с него спрос маленький, үйленгеннен кейін давай әке-шешеге ақша бер, әйелді бағасын, жоқ дегенде 4 туасыңдар, ничего не знаю, ананың бәрін бағасын, еще бауырларын таскать етесің дейді. Қалай? Ты его не учил. Получается, до 25 лет ты не учишь его разговаривать на китайском, а потом говоришь, а теперь разговаривай на китайском. И зарабатывай миллионы. Давай зарабатывай, да? Конечно, ол депрессияға кетеді. Бұл жерде ұл мен қызды бірдей тәрбиелеуде қызға өте көп жауапкершілік береді. Бірдей, яғни бұл жерде тәрбиенің бірден бір мәні, бізде ұрсу, ұру дейді, тәрбиенің бірден бір мәні әр адамды, индивидті өзінің бытовой проблемасын жабатын қылып тәрбиелеу. Болды. Яғни ұл бала болсын, орнынан тұрды, төсегін жинады, киімін реттеді, өзінің ыдысын артынан жуып кетті деген нәрсе да. Яғни ол түсіну керек. Мен ертең қатынаған кезде менің киімімді жөндейді емес, мен всегда өз киімімді өзім жөндеймін деген нәрсе болу керек. Сонда ол да жауапкершілік болады. Өзін никогда жаңағыдай, ол әйелді домработница үшін алмайды. Соответственно, ол мен өз қотырымды өзім қасиды екенмін ғой деген кейін тынк, мен ақшаны былай табам деген сияқты. Оның бәрі жаңағы бытовой инвалидтің, скорее всего, ақшамен проблемасы бар. Это всегда так. Я вот замечаю, мысалы, қаржылық консультация жасаймын ғой, қараймын да, человек абсолютно, менде ақшадан осындай проблема, ол, извините, ол жауапкершілік алып үйленбеген. Осыдан туындайды да. Я пытаюсь ақша туралы сөйлеуге. Маған келеді, оказывается, что қарым-қатынас опять-таки. Соңында ата-анасы кінәлі болып шығады. Да. Яғни бірінен бір проблема туындай береді да, мынандай. Бір домино құлағынан кейін ары қарай. Бізде қоғамда мен неге за партнерство таплю? Партнерство болған кезде отбасыға жауапты екі адам бірдей болады. Әйел де жауапты болу керек. Бізде қыздар бітеді бізге. Кейде кетемін да, батонда отырам үйде. Мені асырасын дейді да. Ты чё? Айтпашы. Я говорю, ты чё асырасын? Сонда ертең сен күйеуіңе бірдеңе болып қалса, жұмыссыз қалса, не істейсің сосын? Не істейсің? Вот үлкен проблема. Бізде қазақ отбасыларда 80% проблема бытовой тема ғой. Иә. Неге? Жаңадан қолынан дым да келмейді. Үйде де жинай алмайды деген әңгімеден басталады. Ол күнде ызың әңгіме, ертең үлкен ұрысқа болады. Сонда бытовой, мына әйел, жаңа қыз тұрмыс құрды, ол менің балама дұрыс қарамады деген темадан үлкен дау шығады. А по сути, әркім өзінің проблемасын өзі жабу керек. Негізі оп-оңай нәрсе былай қарап. Енді гендерлік теңдік дейміз, бірақ жаңағыдай үйге тұрмысқа шыққан кезде мен асырау керек деген сияқты жігіттердің мойнына артамыз. Дұрыс емес ол. Әділдік қайда? Әділдік именно дұрыстағымыз келіп отыр ғой қазір. Соны дұрыстағымыз. Қыздар жұмыс істеңдер. Я и говорю, мен жігіттерге айтамын, жігіттер, жұмыс істемейтін қыздармен жүрмеңдер. Жұмыс істемеген, ақша таппайтын қыздармен жүрмеңдер. Істемеймін, ертең үйде отырамын, жүрмеңдер ондай қыздармен. Зачем? Сен білмейсің, сен мойныңа үлкен жауапкершілік артып отырсың. Мен асыраймын деген нәрсе. Еркек адамда Құдаймен договор жоқ қой. Гарантия саған. Всегда жұмысың болады, ақшаң болады, өлмейсің, машина басып кетпейді сен деген. Ауырмайсың деген нәрсе жоқ та. Адам ғой, ер адамда адам, әйелде адам. И отбасыға жауапкершілік всегда 50-50 болу керек. Сондықтан да бытовой проблема да 50-50 шешілу керек та. Мынандай ситуация бар да бізде семьяда, мысалы, қазақ семьяларында. Екеуі де жұмыстан келеді да. Сен күйеуге де телефонда үйде отырады да, әйел тамақ істеп жатады, аяқта бала жылап жатыр. Это несправедливо. Тұр бірге істе.
бізде күйеуіміз екеумізде андай үйге кім бірінші келеді сол тамақ істейді. Кім бірінші келеді сол тамақ істейді деген соның вот договоренность сондай. И андай жоқ та, типа арамский мен кеш барсайшы, ондай нәрсе жоқ. Үйге жетіп қалдың ба деп сұрап алып қалды. Да. Ондай нәрсе жоқ. Қазір енді үлкен ұлымыз тамақ істеп үйреніп алды. Уже можем, біз келгенше уже бастайды. Екеуі де ұл емес пе? Екеуі де ұл. Бәсе. Екеуінде жаңағыдай бытовой инвалид қылмауға тәрбиелейміз. Өте тамақ істейсің, артыңды жина өзің. Үй жина, біз үйді бірге жинаймыз. Мен үй жинаймын да, олар диванда телевизор көреді деген жоқ. Соғын атыламын ғой, мен тұрыңдар бірге істейсіңдер. Это правильно. Өзіңіз көпбалалы отбасынан шықтыңыз ба? Я біз бесеу болдық. Мен үйде үлкені болдым. Ұл қыз. Я за все отвечала. Мен сабақ оқимын. Мен 86 жылғы інім инвалид болды. 25 жасында қайтыс болып кетті 2011-де. Иманды болсын. Мен сол баланы таскать етемін. Мен сабақ оқимын, мен тамақ істейсіз. Тамақ істеймін. И ол 86-дағы інім ауырады, 91-де сіңілім бар, 95-де сіңілім бар. Олардың сабақтарына қарайсыз. Сабағына үлгермеймін енді, бірақ артынан жинау, соның бәрі менің мойнымда. И ты понимаешь, менің басымнан өтті да, барлығы бір әйелдің мойнында. Бірақ маған на самом деле тамақ істеуді көп нәрсені папам үйретті. Мамаңыз. Мамам да жұмыс, екеуі де жұмыста ғой. Бұл такой период, мен бір 12-13 жасымда папа жұмыссыз қалды. Я почему говорю, что ер адам жұмыссызға қалуы мүмкін? Мамада ғана жұмыс болып қалды да, и ол үйде отырып қалды. И мен не знаю, қазіргі кезде әке-шешеме өте мынандай бір, я благодарна. Олар ондай бір екеуі бір-бірімен қырылысып, әкем іш кетіп, жұмыссыз қалып, бұндай болған жоқ та. Папа үйде бытовой вопростардың бәрін жауып отырды. Мама жұмыстан келген кезде тамақ істелінген, балалар қаралған, и он мне помогал. Ол сосын мамам мысалы үшін үйде үй жинауды үйреткен кезде бүйтіп түсірді мына жерді. Ой, осы сен қашан адам боласың деп мамам сөйтіп үйрететін еді, жұмыстан жүйкесі тозып келеді ғой. Папа болса, сен көріп келші қазір 2 минуттан кейін қазан қайнайды дейді. Барып көріп келесің. Ол ойын түрінде үйрететін еді да. Поэтому мен үй жинағанды жек көремін, а тамақ істеген маған окей. Соны түсінесің да? И сол мама жұмыс басты болып қалды да, папасы жұмыссыз қалған кезде үйде бүкіл проблеманы жабатын. Сондай мәселеде, яғни мен оны өз көзіммен көрдім, ер адамның үйде қалай көмектесе алатынын көргендіктен мен айтамын да, өліп қалмайды, өліп қалған адам көрген жоқпын. Одан мен папам бір авторитеті түсіп, бірдеңе болған жоқ. Мысалы, семейный совет мен детально айтып білмеймін, неғып ол өтіп жатыр да? Потому что я говорю, қайнатасы бүйтіп айтады, анау бүйтіп айтады. Неге мен детально білемін? Ана айтады, авторитетін, семьядағы авторитетіне көкені шақырыңдар, сол соңғы сөзді айту керек деп ше. Менің папам біздің әулеттегі сондай авторитетіне көке. Сондай ол шақырады. Толик енді мынау келін мен бала тыңдамай жатыр бізде, енді сен өзің кел. Барады, бар келеді, шеш келеді. Сөйтіп ондарын айтып береді, сен оны көресің, қандай шешім бер ол қабылдайды. Мен соны көріп өстім. Сондықтан да ол бір опытпен де келеді, тәрбиеден де, үйден де көрген нәрсем. Демек сіз кәсіби психолог емессіз, қарым-қатынастар жайлы, өмірлік осындай ұстанымдар жайлы өзіңіздің өміріңіздің тәжірибеңізден алып айтасыз. Иә, оқырмандармен өз өмірімнен тәжірибе. Көбінен оқырмандардан ана не бір историялар бар ғой, измена жайлы мен бүйтіп жаздым. Өйткені маған ше бүйтеді ғой, маған скриндарын жібереді ғой. Маған скриндарын жібереді. Күйеуінің перепискаларын ба? Күйеуінің перепискасын, сосын өзінің біреумен сөйлескен жібереді маған. Оқимын оны, отырамын, мен оны зерттеймін оны ше. Маған сол арқылы менің айтқан әңгімелерім детально шығады да. И маған көбісі жазады ғой, ай осы сен өзің басынан өткен шығар дейді. Просто я вот исследую хорошо. Кедейлікте жоқшылықта өскен балалар өздеріне сенімсіз, көздері соқыр, жұмыс істей алмайды. Мемлекеттен ыңылдап жәрдемақы сұрап отыратын балалар туады. Кедейлікте өскен бала 10-15 жылдан кейін түрмелерді толтырады. Ол факт. Егер түрмеге баратын болсаңыз, түрмеде отырғандардың 90% кедей отбасынан шыққан адамдар деген екенсіз. Бұл сіз қандай бір зерттеу жүргіздіңіз бе, әлде не нәрсеге сүйеніп бұлай айттыңыз? Менің ЮНЕСКО-ның оның статьялары бар осы туралы. Мысалы, мынандай мәселе бар. Коэффициент бедности деген коэффициент бар. Онда осындай есеп жүргізіледі. Әр мемлекетте коэффициент бедности. Сол коэффициент өскен сайын әлемдік инвесторлар өзінің ақшасын есептей бастайды. Егер мына мемлекетте коэффициент бедности 2023 жылы ол өсіп кетсе, 20 жылдан кейін ол жұмыс істемейтін, өзіне сенімсіз, ақша таба алмайтын, көбінен ұрлыққа баратын, сондай ынжық, сондай адамдар қоғамда көбейеді дейді да. Сондықтан да долгосрочные деньги в эту страну не вкладываются. Понимаете? Экономикалық тұрғыдан ол сондай. Расында, егер біз енді детально кіретін болсақ, кедей отбасыдан шыққан бала, оның күйі қандай? Ол мектепке барғаннан оның орны жоқ.
басқалар күшті киінеді, элементарно оның сумкасы күшті, басқаның сумкасы күшті да. Ол ағасынан қалған мындай тізе шығып кеткен шалбарлар киеді, спортзалда ауыстыратын киімі жоқ. Как вы думаете, каково у него состояние? И ол сол состояниемен ертең үлкен өмірге барған кезде ол жұмыс істей ала ма? Ол өзін бүйтіп, мен білімдімін, жоқ, мен тек қана қара жұмыс істемеймін, мен мынандай жұмыс істегім келеді, ол амбициозный бола ала ма? Бола алмайды. Ол озлобленный болады, ол агрессивный болады, ол байларды жек көреді, ол ұрлыққа баруы мүмкін. Жек көргеннен. Өйткені мына сенімсіздіктен ол жұмысқа бара алмайды, ақша таба алмайды. А извините, мына жылтыраған өмірде я хочу так жить, я хочу айфоны, я хочу вот это. Ұрлыққа барады ол. Қазақстанда кедей отбасылар өте көп. Өте көп. Бірақ біз сол кедей отбасынан шыққан балалардың барлығын... Мен де сондаймын. Мен де енді бір кедей емес. Кедей емес, 90-шы жылдар ешкімге оңай болған жоқ. Маған да сізге де перизатқа да деп ойлаймын. Бірақ бізде ағаларымыздың киімін киіп өстік. 90-шы жылдағылар бәрі сөйтті, Тіпті әпкелерінің де етігін киіп жүрген балалар болды. Ағаларымыздан қалған сумкаларды ұстап бардық мектепке. Бірақ сізде үйде телевизор болды? Болды, Үйіңіз үлкен болды? Енді кәдімгі ауылдағы үй, Көбіне сондай да, бәрібір мына үйдегі мына бытовой мәселе, ол өте көп мәселе шешеді. Байқайсыздар ма? Үйі кішкентай адамдардың үйінде ұрыс көп. Үйі кең үйде ұрыс аздау болады. Потому что элементарно көз алдында жүрмейсің, надоедать етіп ше. Границаң болады. Ол элементарный нәрсе. Постоянно ұрыс керісте өскен балаға өте қиын. Я не говорю, что все. Бұл жерде бүкіл 100% емес. Арасында по закону Парето 20% выстреливают, но им тоже очень сложно. Олар ақша тапқанның өзінде де ақшасы жаңағыда психологқа кетеді, психотерапевтке кетеді, вот у меня детские травмы, біз жоқшылықта өстік дейді. Қалғандары барсаңызшы, көріңіз, егер просто ауылдың ішінде жаяу өтсең де өзі көресің семьяларды қандай болып жатқандарын, ақшасы жоқ отбасыларда. Ол көп мәселе. Бұл жерде 100% келісу де қиын. 100% емес. Тәрбиеде емес па көп нәрсе? Я не говорю, что 100%. 100% бәрі сояққа кетеді деген мәселе емес. Но процентное соотношение выше деген сөз. Процентное соотношение сол семьялардан шығатын жаңағыдай қылмыс, пара. Элементарно жұмысқа тұруға ол сенімсіз да, барып өзім біліммен жұмысқа тұрмайды демейді. Ақша жинайды, мал сатады, әйтеуір үй тет бітеді да, ақша беріп жұмысқа тұрады, пара соқтан шығады. Пара содан сенімсіздіктен шығады. Бар, резюмеңді тапсыр, собеседование өт, тұрсайшы жұмысқа. Білімді болып тұрса да, сенімсіз болғандықтан пара береді жұмысқа тұру үшін. Мысалы, мектептің уборщицасына пара берудің қажеті не? Уборщица болып тұру үшін мен түсінбеймін соны. Береді ғой. И оған уверенные в себе люди туда не идут. Амал жоқ. Яғни сен білімсіз болсаң, сенімсіз болсаң, ақшаң болмаса, өз-өзің аяғыңда тұра алмасаң, сен в любом случае жем боласың. Себя будут стягивать. Мысалы, мынандай стереотип бар да. Сен роддомда ақша берсең, саған күшті қарайды. Деген стереотип бар бізде. Она реально работает. Мен берген жоқпын. Мен түрме қарап өзі ақша сұрамайды ғой мен ешкім. Мен 2 балам туғанда мен берген жоқпын. Не үшін мен беремін? Это ваша работа. Обычный районный больницада, 2 баламды Жаңатаста районный больницада тудым. Извините, это ваша работа. Яғни сен сенімді болсаң, өзіңе талап қоя алсаң, мысалы саған келін, сен толғақпен келіп отырсың. Ана жерде отырып документ толтырады ғой. Мен де толтырып жатырмын, мына жерде бір қыз жылап, ыңылдап, қалай білмеймін не деп жатыр деп ше, тақ бүйтіп жазасын. Туған күн 27.06.84 деп ше, бүйтіп айтып отырасың да. Яғни ты сидишь, ты на равном разговариваешь, и сен ана жерде сүмірейіп не деп жатыр, мен білмей жатырмын деген кезде, на тебе будут ездить. С тебя еще столько денег вытянут. Ойбай, сен өзің туа алмайсың, сен главврачқа ақша бер десе, ақшаны сұрап жатыр дейді. Береді. А маған не деп жатсың деген әңгіме. Вот это вот. То есть бұл жерде адам білімді болу керек, сенімді болу керек, сөйлей алу керек. Даже сен кедей отбасынан шықсаң да. Поэтому мен айтамын, кітап оқыңдаршы. Пожалуйста, кітап оқып, пересказ жасаңдар. Пересказ, яғни мазмұндаманы өзің түсінгеніңді айту. Бізде көп мектепте осы білімдегі осы моментке өте аз назар аударады. Мне кажется, мұғалімдер де өзі түсінбейтін сияқты осының маңыздылығын. Сен оқығаныңды өзің түсінігімен айтып беру деген нәрсе ше. Күшті логика дамытады ғой. Тегін білім ғой мектептегі. Негізі, мықты нәрсе сол ше. Сен оқығаныңды айтып бер, не түсіндің деген ше. Соны балаларға үйретсең, ертеңгі күн ол уверенно сөйлейді. Бізде үйретпейді ондай нәрсені. Мұғалімдер өзі білмейді соның важны екенін. Это очень важно. Сосын бәрібір мұғалімдердің де бәрібір ішкі балаларды бөлуі бар да. Мынау
бірден бөліп тастайды. Иә, мынау адам болады, мынау адам болмайды деп бөліп тастайды балаларды ше. Вот ол ең қиыны балаға әсер ететін нәрсе. Оны и так үйде айтады, ой, мынау адам болмайды, мынау үлкені молодец, осы бәрімізді адам қылады, мынау адам болмайды. Қалай оқиды, не істеп жатыр. И мектепте де сол басталады. Жарайды, мынау үш болсын, бұл үшке өзі твердый үшке оқиды, сол үшпен қалу керек деген сияқты. Ол ең қате, ең баланың жолын кесетін, қиятын нәрсе сол да негізі. Иә. Енді оған көбісі беріліп кетеді, бірақ кейбіреулер керісінше қырсығып жетістікке жететін де адамдар бар. Қисадағыдай ғой, Алқаш әке туралы бар ғой, екі баласы болады. Содан біреуі керемет жетістікке жетеді, біреуі алқаш болып кетеді. Сосын екеуін интервьюға шақырып сұрайды, сен неге мынандай жетістікке жеттің? Мен әкеме қарадым дейді. Алқаш екенін көрдім, сосын жетістікке жеттім. Анау екіншісінен сұрайды, сен кімге қарадың? Мен де әкеме қарадым дейді. Көрдің бе? Просто адамның ішкі қарсылығына байланысты, қалай қабылдағанына. Бірақ бәрібір сапа жағына келген кезде процент жағынан өкінішке қарай жаңағы жағдай төмен отбасында туған балаларда бірінші кезекте не болмайды, амбиция болмайды. Амбиция болмағаннан кейін балалар бірдеңеге жетуге уже оларда кедергі өте көп болады. Иә, оған келсем, бірақ көп нәрсе тәрбиеде деп ойламайсыздар ма деп сұрағым келген ғой. Бұл жерде неше түрлі фактор бар да, жаңа айтқандай индивидтің өзінің факторы бар. Өскен кезде мен бұндай болмаймын деп наоборот жасайтындар бар, немесе енді етікшін басым, мен де етікшін қайда барам деген сияқты. Ондай не бар? Ол мәселе бар. Тәрбие однозначно. Тәрбие ол тек қана әке-шешесінің айтқан сөзі емес, жалпы үйдегі атмосфера ғой. Иә. Үйде қандай атмосфера? Мен никогда мен қызыма үйтіп айтпағам, ондай болу мүмкін емес дейді. А сен өзің күйеуіңмен қарым-қатынасың қандай болды? Конфетка болды ма? Сен қызың соны көрді, болды, жасады, все. Сол сияқты үйдің тәрбиесі это да, ақша это да, еще плюс лично индивидтің өзінің поведениесі, өзінің шешімі. Сондықтан да я говорю, 18-ден кейін шешімді өзің қабылда. 18-ге дейін хорошо, ты под ответственностью родитель. 18-ден кейін уже жалоб айту енді қоя ғой енді, уже еркелік бол енді, извините. Рас. Тағы бір сөзіңізде бізде қазақ жігіттерінің тәрбиесі дұрыс емес. Иә. Өкінішке орай лайықты жігіттер өте аз. Қазір қыздар күйеуге тиюге асықпайды деп таңғалудың қажеті жоқ. Кімге тиеді, мамасының балаларына ма деп сұрау. Сорлау деп айтамын. Сен интонациясын дұрыс қоймайсың. Интонация сорлау кімге тиеді олар? Мен эфирді көрген жоқпын, оққан сайттардан. Мен сөйтіп айтамын. Сорлау кімге тиеді деп айтамын мен. Кімге тиеді, реально. Жігіттердің сапасы нашар ғой. Қыздардың ше? Қыздарға енді бізде қыздардың тәрбиесі өте керемет, жігіттердің тәрбиесі өте нашар деген сөз ба, әлде қалай? Просто қыздарға отбасыда көбірек жауапкершілік бергендіктен, жаңа айтқандай да, вот даже тестово, қыз баласы ақша тауып көрген, жауапкершілік алып көрген, өзіне ақша табады. Бізде қазір мынандай семьялар бар да, ағасына әке-шешесі кредит әпереді да, қыз қарындасы жұмыс істейді да, сол кредит жабуға көмектеседі. По факту кто покупает ему, брату машину? Сестра покупает. Да? Қарасаңыздар, қыздар более үйткені жаңағыдай қыздарға бытовой проблеманы жауып, өз-өзіңе жауап бер, мынаны істе деп тәрбиелегендіктен, ол еңбек нарығына шыққан кезде ол істеп кете береді. Ер балаларға оны істемейді. Ойбай, ұйықтасын, асхатик. Сабақтан келді ғой ол. Маған өйтіп айтқан жоқ. Я вот веру. Асхат, ойбай, тиіспеңдер асхатқа. Деген сияқты ше. Мамасын жан шығып кетеді. Иә. Яғни бытовой, жаңағыдай ұл баланы бытовой еңбек қылғандықтан ол элементарно жұмысқа келді, оқуын бітіріп келді, жұмысқа келді, отыр жұмыс орнында. Асхат енсем, мынаны істеген кезде, потеря, он не понимает. Бери, открывай трудовой договор, функциональный обязанность дегенді оқисың да, соған қарап сен істейсің тірлігіңді. Если сенің функциональный обязанностьтан жоғары одан көп тірлік беретін болса, бастығың не имеет права, бірақ жаңа жұмысқа тұрған болсаң, істей бересің, пісейсің, ничего страшного бізде. Сондай, одан кейін уже сен қасқыр эксперт болған кезде, подождите, у меня в договоре так не написано деген әңгіме айтасың да. Яғни осындай мәселеде қыздар пысық. Я олады, оқиды, істейді, жұмыста істеп кетеді. Ұлдар нет. Поэтому возникают такие проблемы. Демек, жаңағы сұрағыма қайтып айтылып келейін. Яғни, қазақ отбасылары қазір жігіттер дұрыс тәрбиелеп жатқан жоқ, ал қыздарды дұрыс тәрбиелеп жатыр. Ол жаңағыдай өз қотырын өзі қаси алмайды. Тәрбие сода. Яғни ответственность за себя ұл балаларда жоқ. Қызды бізде не то что өзіне, бүкіл семьяға ответственность тәрбиелейді. Бүкіл үйдегі проблемаға. Сондықтан да тәрбие дұрыс емес дейтінім сол. Мысалы, ұл балаларда қарым-қатынас дұрыс емес. Яғни, ұл баланы көтеріп қою, қыз баланы сен қызсың, кетесің, істе, тап, көмектес, жасауың керек. Да, спрос үлкен. Осы мәселеде ұлдардың тәрбиесі страдайды. Мысалы, қазір любой неде сұраңызда, бір ұл баланы көшеден де ұстап алыпсыз, сен тамақ істей аласың ба? Істей алмайды ол. Қызды ұстап алсаң, иә, істей аласың. Тіпті қамыр жаймаса да. Меня, знаешь, что убивает?
вот это вот қызды андай қызыма тәрбие беруді бізде шешелер бүйтіп ойлайды. Тамақ істеу деп ойлайды ол. Қамыр жайсаң тәрбие беріп жатыр. Иә. Күшті дымын мындай. Ертең сен күйеуіңнен таяқ жеп жатсаң, это из-за того, что сен қамыр жай алмайсың. Иә. А оның күйеуінде мүмкін қамырға аллергия дейді. Жоқ, мәселе ол. Жоқ, қызға тәрбие дейді да, мысалы қыз баласына тәрбие беріп жатырмын дейді да, бірақ үйрететіні үй жинау. Мысалы, үй жинап тамақ істеу үшін университет бітіріп, бір сұмдық бір тәрбиенің қажеті жоқ қой, это обычные вещи. Бізде мектептерде қызсын деген байқау болатын еді ғой. Сол кезде қандай кезеңдерден тұрды? Таныстыру, үй тапсырмасы, тамақ істеу, кесте тігу. Міне. Но оны бәрін бар ғой, Санжар Керімбай күшті айтады. Ол ана Махаббаттың мәні деген кітабында айтады ше, оның барлығы бізге кеңес үкіметінен келген нәрсе. Қазақы қоғамда ондай нәрсе болмаған. Кеңес үкіметі просто гендерлік бөліп тастау керек болды. Адам ретінде қарамайды, тұлға ретінде қарамайды. Мынау әйел, мынау еркек, ол мынау жаңағы әйелдің жұмысы, мынау еркектің жұмысы, жаңағы қоғамда жұмысты бөлу. Оларға сол анау кеңестік машинаны қозғалту үшін сол система оңай болды да. И олар солайынан бөліп тастады. И бір отбасында әйел мен еркек бір-біріне қарама-қарсы қойды да. А негізі отбасы деген одақ та ол. Екеуі керісінше бірігіп бір ячейка болу керек та, бізде екеуі екі бөлек, анау мына жақта қарау керек, мынау мына жақта қарау керек. Содан ананікі жауапкершілік аймағы ана жақта, мына жақта. Ол олай емес қой. Разделяй и властвуй қойды да, бір семьяның ішінде ше. И они же проиграли, поэтому кеңес үкіметінің экономикасы неге тоқырады? Подумайте об этом. Изначально внутри ячейка ол даммайды. Ал шетелде олай емес. Яғни әйел адамның еңбегі бағаланады. Әйел адамның орны деген тема жоқ. Сондықтан да олардың экономикасы более развиты. Негізі осы мәселеде әйел адамның бүкіл жұмыс оған артылып, және ол жұмыс үшін ақы алмауы. Не надо вот это вот тамақ әперген саған ақы емес, жоқ. Конкретно мысалы сен үйге няня алатын болсаң, уборщица алатын болсаң, басқа алатын болсаң, семейный бюджеттен кемінде 800 мың теңге кетеді. 800 мың теңгесі әйеліңе беріп жатсың ба? Жоқ. Ешкім беріп жатқан жоқ. Соответственно, ол робот емес қой. Поэтому жалпы егер осындай ячейкалар көп бәрі өстіп өмір сүретін болса, қоғам тоқырайды, экономика тоқырайды. Ал дана халқымыздың қызға 40 үйден тыю, қалай берсе есікте күннен тыю деген сөзіне қалай қарайсыздар? Проблема тыя берсін, ұлды да тыйсын, тура солай ше. Вот мен дым қарсы емеспін. Тыю деген, яғни қызға 40 үйден тыю дейді. Яғни давайте детализацияға өтейік. Тағы бүйтіп айтады, қатты күлме, жаңағы жарысып сөйлеме, тағы сондай нәрселерді сөздің шығу тарихы бар ма? Контекстін қарайықшы. Ешқайда жоқ, ол кім шығарған, қашан шығарған жоқ. Контекст жоқ па, онда не о чем разговаривать. Бізде қазақта әр сөздің артында контекст бар. Түсіну керек та, оның артында үлкен бір не бар. Мысалы даже еркекке сенбе, екі босағанға сен деген мәселе. Екі босаға бұл жерде әулет. Сен қандай тұрмысқа, қандай әулетке шығып жатсың? Егер алда-жалда соғыста баян өліп қалатын болса, мысалы әмеңгерлік не да? Оның бауырлары бар ма, отбасы қандай, сені ертең көшеде қалдырмай ма деген мәселе сол. Бізде оны по-другому понимать. Яғни контекстке қарау керек та. Әр сөздің өзінің контексті бар. Егер сен міне буквализм, буквализммен айналысып, буквально осылай жазыпты міне, бас ал десе, бас аламыз, шаш ал десе, шаш аламыз болса, так мы не будем жить. Это тупизм, извините. Әр заманның өзінің контексті бар. Озығы бар, тозығы бар деген нәрсе бар ғой. Ол біз баяғы бабаларымыз былай өмір сүрген екен деп, онда бәріміз қайтадан кеңес үйге көшейік, болды. Әртүрлі дәстүрдің жоқ, тәрбиедегі ұстанымдар ғой деп. Жоқ, түсініп отырмын ғой оны. Қай жерде контекст оның шығу тегі жоқ та ол сөздің ше? Қай жерде оның кім айтты? Давайте исследовать находить. Жоқ, оны, конечно, ол халық ауыздан келген. Оқырмандар осы туралы білсеңіздер, астында комментарийға жазып кетіңіздер. Онда осыдан ұмытпасам 1-2 жыл бұрын ба Бақытжан Бұқарбай жазды соны. Онда жігіттерге де тыйым жасайық деп, ерге 50 тыйым деген 50 тыйымды жазды кәдімгідей. Астында қылып қалды кәдімгідей ше. Жігіттер жағы сен немене қатын жанды болып кеткенсің деп бастады. Әйелдер ура, давай алға. Енді 2 жыл болса, 2 жылдан кейінгі настроениені көру керек. Надо перевыпустить этот пост. Посмотреть. Өйткені қазір бәрібір мысалы жан-жақтан сөйлеп жатыр қой. Мысалы бай болыңдар, қазір қоғам тез өзгеріп жатыр. Бәріміз әлеуметтік желіде отырамыз. Көзқарас қайда өзгерді қазірше. Сондықтан да бұндай мәселелер айтылу керек. Егер қоғамда біз бірдеңенің өзгергенін қаласақ, үндемей отыруға болмайды, айтылу керек. Я хейта ловлю очень много. Но я понимаю, что хейт бар ғой, өзгерістің бірінші көрінісі. Мен соны түсіндім. Егер сенің жаңа айтқаныңа, жазбаңа үндемей өтіп кетсе, ештеңе өзгеріп жатқан жоқ. А хейт келсе, значит, санасында триггер паймал, бірдеңе басына барды, тамды, и ол өзгеріп жатыр. Ол өзгерісін ол өз байқамайды да, сен оны біраздан кейін байқайсың ол адамнан ше. Мен талай жыл болды, я. Принятиенің өзі 5 этапы болады да. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Хейт жазған адам торгуется.
ол отрицать етіп болды, ол гневаться етіп болды, уже торгуется. Олай емес, сен негізі, сен оттай бересің деген. Иә, уже торговля пошла. Потом депрессия болады, одан кейін принятие болады. Сондықтан да бұл нәрсе айтылу керек та, хейттен қорықпау керек. Иә. Ал әр табыс еркектің артында бір мықты әйел тұрады дегенше, оған қалай қарайсыз? Нет. Керісінше ма? Неправда. Әлде мүлдем? Мысалға да, енді опять-таки жаңа кеңес одағына келетін болсақ, еркек адамды түзге шығарды да, әйел үйде отырады деді да. И якобы сен үйде әйелі бәрін күшті істеп отырса, күшті поддержка болса, ол жақсы табады. Сколько было таких, біз ана не ғой, авиакатастрофа болған кезде, біз не жасаймыз да, все же смотрят, из-за чего это произошло. Но когда самолет хорошо летает, никто не проверяет, почему он хорошо летает. Яғни успешный еркектің артынан қарайды, мынаның әйелі артында жасап отыр екен ғой дейді да. Ал не успешный еркектің артында әйел жасап жатқан жоқ па не? Жасап жатыр. Он не выстрелил. Мәселе бұл жерде жалпы осы опять-таки кеңес одағында бізде әйел мен еркектің бір-бірінің бір успешностін, ақшалы болуын бір-біріне жабыстырып қойды да. Мәселе ода емес, жұмысқа барған кезде менің әйелім үйде тамақ істеп жатыр, мені қарап жатыр. Вот сол үшін маған айлық беріңдер деп айтпайсың ғой. Сен жұмысқа барған кезде сен экспертсің, сен мамансың, сен қаншалықты өзің жауаптысың, қаншалықты тындырымды, қаншалықты амбициозный адамсың сен. Соған айлық аласың. Иә, әрбір успешный өтірік әңгіме. Или ол сылтаурататын еркектер. Менің үйімде бәрі дұрыс емес, сондықтан мен жұмысымды дұрыс істей алмай жатырмын. Оны қазақша перевод ғой, Асеке бар ғой. Еркектің басын көргенде түреді. Сол ғой. То есть опять-таки ответственность на женщину. Иә, қарамаса. Әр еркек, как вы сказали, ну-ка, повторите. Әр табысты еркектің артында бір мықты әйел тұрады. Сонда оның табысы үшін ответственності әйелге іліп жатыр да. Он сам заработал эти деньги. Давайте мы не будем вот бір-біріне мынандай бір-біріне іліктірмейікші адамдарды. Әр адам тұлға ғой. Сіз әйеліңізді бүйтіп сүйреп апармайсыз ғой жұмысқа. Иә, әйеліңізді жұмысқа сүйреп. Әркім жұмысқа, конкретно жұмысқа, ақшаға келгенде әркім өз-өзіне жауапты. Вот это все болды. Бүгіннен бастап искореняем. Тиктокта қазір тренд бар, білесің бе? Әрбір мықты әйелдің артында бір әлсіз еркек тұр деген. Опять жауапкершілікті сырып тастау ғой негізі. Перизат, знаешь, маған көп кәсіпкер келіншектер жазады, которые вот реально умеют зарабатывать деньги. Баланы туады, ақшаны да табады да, но им стыдно. Быть круче мужчины. Быть круче мужчины. Хотя он к этому никакого отношения не имеет. Сөйтеді ол күйеуінің ондай амбициозный болмаған жабады. Не істейді ол? Күйеуіне Toyota береді. О, мама, неге жиза бұның бәрі? Күйеуіне Toyota береді. Жаным, тапты, нандай, кәсіпкер күйеуім. Өтірік қой ол, сен тауып жатсың. Блогингте сенің түрің тұр. Айта берші, ақшаны мен тауып жатырмын. Почему тебе стыдно за это? Я не понимаю этого. Дұрыс емес ол. Әйел адам ұялмай айту керек, я мен табам. Но это не значит, что мой мужчина слабый. Это так не значит. Сосын мынау бір ақшамен дискриминация жасау да дұрыс емес. Ер адамды сен таппадың деп, оны дискриминация жасау, оның қанын ішу дұрыс емес. Істеп жүрген жұмысынан шығарып, сен оны продюсер қылып қоясың да. Істеп жүр басқа жұмыс. Нет. То есть осы мәселеде это тоже дискриминация. Басында екеуің үйленген кезде студент бедіңдер. Простите, қазір енді с чего это вдруг у тебя как бы он не человек. Иә, бұл жерде ақша мен дискриминация ғой, да? Ақшаға қарап сынау дұрыс емес дейді да. Сынама еркегіңді онда. Иә. Ты за кого замуж выходила? Сол осы жақында соған Америка бір жақсы сериал шығарды, Netflix. Биф деп аталады, көрдің ба, көрмедің ба? Негізі қазір не болып жатыр? Тренд болып жатыр Netflixта, ең қаралымы көп. Көрім көреді сол. И сонда да әйелі мықты әйел, жаңағы керемет дизайнер, суретші, жаңағы немен гүл өсірумен айналысады, өзінің бизнесі бар. Күйеуі жай енді басына екеуі махаббатпен қосылған, но күйеуі құмыра жасайды, но ол құмырасыз өтпей жатыр халыққа. А оны әйел жаңағыдай пихать етіп өткізеді де, жаңағы менің күйеуімнің, оның енесі бар мына жақтан. И сол отношенияны күшті көрсеткенде әйел соңында бәрібір шаршап қалады кәдімгідей. Сол отношение. Ол күйеуін қанша жақсы көріп тұрса да, анау жұрттың көзінше менің күйеуім жасап жатыр деген нәрседен өзі шаршап қалады да, соңында отбасы кәдімгі екі жаққа кете жаздайды, бірақ әйтеуір соңында бірін-бірін табады деген сияқты. Ол жаңағыдай нәрсе емес па? Қармақтың орнына балық беру емес па ол? Егер енді біз индивидқа байланысты. Жоқ, егер біреуге жағың ашса, балық берме, қармақ бер дейді ғой. Иә, дұрыс қой. Иә, бір бизнесіне көп. Ол енді күйеуіне балық берді, былайша айтқанда. Иә, дайын уже қуырылған балық. Шайнап берді, иә. Может быть, ол қармақ берген жоқ қой. Может быть, да. Может быть, да.
Жалпы, вот это вот помочь, мне кажется, можно только в консультациями. Мужу или жене, да, помочь консультациями, бірақ ол әрекетті бар өз жасау керек. Өйткені ол даже сен көмектесіп, әрекетті жасатып, мына көмектескен жағында ше, жаңағы клиент әкеп беріп сөйтіп не істегеннің өзінде, ол понимает, что эти клиенты привел не я. Ол соны түсінеді да, түптің түбінде ол түбіне жетеді ол. Осы жерде ғой жаңа партнерство деген вот екеуі теңдей бір-бірімен сөйлессе, мен саған көмектесіп жатырмын, сен маған көмектесіп жатырсың, бір-бірімізбенен жаңағы бір-бірімізді сүйреп тартайық деген нәрсе ғой. Әйтпесе мен әкеп жатырмын, сен осыны істей алмай жатырсың деп бетіне баса берсең, ол да уже партнерское емес, ол кәдімгідей абьюзерские отношения. Да, и он должен понимать, бұл жерде семейный бюджет, осы жерде қаржы мәселесіне келетін болсақ, семейный бюджет определенно ай сайынғы әр отбасының шығыны бар. Соған 50-50 қосылады ақша ше. Әйел тек қана декретпен үйде жұмыссыз отырған кезде ғана ол босатылады ол ақшадан. Қалған уақытта семейный бюджет 50-50 болу керек. Қазір көп әйелдерге онамайды, шыңғырады мына жерде комментарийда ше. Сонда еркек не үшін керек? Не үшін керек? Партнерские отношения должны быть. Вот сол кезде адамдар әлі де осы партнерские отношенияның плюсын түсінбейді да. Шариғатта да солай айтылған, әйелдің ақшасын араласпа, сұрама деген сияқты ұстанымда. Енді давайте мы посмотрим, да, шариғаттағы мәселе ол контекстке қарайық. Ол заманның әйелдер жұмыс істеген жоқ. Ол заман демек 100 жыл бұрын әйелдер жұмыс істеген жоқ. Ол не? Жоқ, ол шариғатта былай нәрсе, еркегі сол ақшаны алып, соған ғана өмір сүрмесін деген нәрсе. Еркегің өзіңді тап, ол біздікілер былай ойлайды жаңағыдай. Мен өзім тауып жатырмын, яғни оны отбасына жұмсамауым керек деген ұстанымды ұстап алғанда бастарында. Әйелдер. Олай емес. Сен де отбасына жұмсауың керек. Бірақ ол ақшаға күйеуің ортақтаспау керек деген нәрсе. Жаңағыдай көп жағдай бар ғой біздің басымыз әйтпесе 90-шы жылдар әсіресе өтті. Әйелдер табады, еркектер диванда жатады. Сондай әңгіме болды. И сол кезде шариғат көмекке келді кәдімгідей, жоқ, ол ақшаға, ол отбасының ақшасы, ол әйелінің ақшасы, ол сенің ақшаң емес, сен өзің табуың керек, сен өзің жағдайың жасауың керек, осы отбасыға көмектесуің керек деген. Опять-таки контекстке қарасақ, әр ситуацияда, әр тарихи периодта әр сөздің өзінің орны бар да. Қазіргі заманда әйел де еркек те ақша тауып отқан кезде семейный бюджет бірдей болу керек. Конечно. Сосын әйел үйде отыра берген дұрыс емес. Ол нарықта сұранысы бар маман болып қалу керек. Любой ситуацияда күйеуінде жұмыс болмаған кезде ол спокойно жұмысқа шыға алатын адам болу керек. Вот так ол үлкен риск осы мына патриархальный системада еркек жұмысқа шығады, әйел үйде отырады деген нәрсе еркектерге против работает. Это против вас, мужчины. Вы сами себя подвергаете риску, потому что сенің отбасың бар, сен бала-шағаң бар. Бірдеңе болып қалатындай болса, вся семья. Просто оған жанталасатындары ер азаматтардың ше, ол қазір жалғыз билік құралы болып тұр да олар үшін. Мен сені асырап отырмын. Сол үшін сен мені тыңдауың керек. Егер ол жаңағы жұмысқа шықса, болды, ол мені тыңдамай қояды, отбасы ыдырап кетеді деген әңгіме ғой бәрінде. Әйел адам сені тыңдамаса, если твоя жена не слушается, ол ит па, ол мысық па? Біздің қоғам онсыз сөйлей алмайды. В смысле слушается? Почему он должен слушаться? Теңдік жоқ та, яғни слушается, яғни әйелге изначально как что-то вроде животного, да, ол ше? Үй алған бір мысығың сияқты да? Ол сенің айттың мысығың. Сам контекст неправильно, не слушается дейді да. Подожди, ол саналы адам емес па? Сондай уағыздар бар ғой, әйелің сенің айтқаныңды тыңдамаса. Если твоя жена тебя не слушается, тыңдамадыр бұндай нәрсені. Женщина равноправный человек, она должна участвовать и в бюджете, и в развитии семьи, в планировании семьи. Сосын бізде отбасын жоспарлауға почему-то еркектер қатыспайды. Почему-то только әйелдің мойнында. Больницаға барса, поликлиникада сен былай қорғанасың, былай қорғанасың. Контрацептива только для женщин. Мужчина вообще по этому поводу не парится. Ты должен париться. Простите, вот это вот меня больше всего раздражает. Ой, мен көтеріп қойыппын. Мен тумайым деп жатыр едім, енді мейленді туа салайын. Бесінші дейсің ғой. Раздражает меня. Как деймін да? Кеше ғана тиктоктан көрдім, ана күйеуі тамақ ішіп отыр, әйелі бүйтіп торт алып келеді, жаңағы өзінше сюрприз жасап отыр. И андай жазылып тұр, үшінші рет әке атанасың дегенше, екеуінің түрі бұзылып кетті. Вообще тамағын іше алмай қалды ана жерде ше. Ол бишараны әйел мақтанып салып отыр, и комментарийда ойбай таппа ана баланы, анау өлтіреді сендерді деген нәрседе. Өйткені реально күйеуінің түрі бұзылып кетті. Но қорғанбайды екеуі де главное. Құдайға сенеме сондай, Құдай қорғайды деп ойлаймын. Ол процесстен кейін болады бала, түсініңдерші. Это единственный процесс получения ребенка. Құдай береді емес. Сен береді, базар жоқ, бірақ оны сен әрекет етесің да, ол әрекетті нельзя профукать, его нужно контролировать. Понимаешь? Оған екеуі де қатысу керек. Әйел ғана емес, андай емес та, өзі ғана ішетінің салатының бар еді ғой, соны сөйте салсайшы деген болмайды да еркектерге ше.
давайте уже конкретно говорить, да, вот это вот өзің бір шетінің не қатының бар еді ғой, өзің бір жасайшы деген болмайды ол. шетіңді ұмытып кеткенсің ба оң Я. Так нельзя, мужчина должен предохраняться, тоже понимать и планировать, да. Әр бала ол жауапкершілік, әр бала ол ақша. Неге ол байғұс еркектің бет-аузы мыжырайып кетті? С другой стороны, получай, надо было предохраняться, что ты думал? Әрине. Әрине. Классный комментарий. Ой. Көбінесе қандай кеңестер сұрайды? Жақсы, психологиялық кеңестерді айттық, ал қаржыгер ретінде біздің қазақстандықтардың басты проблемасы неде? Көп ақша таба алмай ма, ақшасын жұмсай алмай ма, немесе көп жаратып қоямыз ба, тойға көп барып қоямыз ба, бизнесте болсын, жалпы табыс табуда болсын. Аз табамыз, көп жаратамыз ба, неде проблема? Ақшаға бірінші сұрақ, бизнес қалай бастаймын дейді. Бизнесті общем опыты жоқ адамдар сұрайды. Ол мен бұрын подписчиктерім аз кезде кәдімгі консультацияға келіп айтатын едік та. Қазір уже мен игеремеймін, соны тегін айтамын мен. Менде бизнес разбор отдельный шайларым болады мен. Бизнес разбор. Давайте қойыңдар десе, маркетинг бойынша, на магазинде мындай өтпей жатыр, мен нижний белье магазин ашайын демем, сол өте подожди, я говорю, там есть вот такие моменты. Мысалы ювелирный бизнесте мынандай нәрселер бар, медициналық бизнесте мынандай бар. Жалпы общий, адамды танымасам да, оның контекстін түсінбесем де, общий хотя бы понимание, да, трезвый взгляд на бизнес айтып беруге тырысамын. Қазір оны да тегін айтатын болдым, потому что мен егермен бәрін консультацияға аламаймын, да. Жалпы өзімнің бизнестегі егер консультацияға алатын адамдарымды айтатын болсам, ол кісілерде это финансовый рост в основном. Там все, команда образование бар, менеджмент бар, специалистер бар, бірінші рет неде емес, рынокта емес, обороты бар. Ары қарай оборот қалай өсірем деген мәселеде біз стратегиялық жұмыс істейміз. Ал жаңағыдай бизнес қалай баштаймын, кредит алып бизнес баштасам бола ма деп, оның бәрі тегін айтылады. Тегін. YouTube каналыңызда, Инстаграмыңызда бар. Ол Инстаграмда мен эфирде отырып айта беремін. Қанша адам осы уақытқа дейін сізден сабақ алды? Шамамен. Ақылы, ақысыз осы уақытқа дейін менің курстарым, 5 жылдан бері инфобизнеспен ғой, 17 мыңнан көп. Ақылы, ақысыз. Ақылы курсыңыз 99.990 теңге. Жалпы программа 450 мың тұрады. Енді өзгеріс бар ма сізден кейін? Сіздің сабағыңыздан кейін жалпы? Отзыв өте көп менде. Отзывтар өте көп, 5 жылға дейін. Даже мұны мен түнгі шайда, семейный совет өткізіңдер деген тегін инструкциямда адамдар өткізіп, нәтиже жасап жатыр. Күйеуім қойды, бүйтті, бір-біріміз түсіне бастадық. Айтты, мен туысқандарым келіп айтты, ойбай қызым-ау, жаным-ау, осы уақытқа неғып үндемей жүрсің деп поддержка жасап, қайын жұртым алдында кішкене авторитетім өсіп деген сияқты. Мен просто даже мына ақысыз ақпараттарым өзін өте көп өзгерістіре алады. Ақылда, понятное дело, там мен бір стартапты консультация жасағам, қазіргі кезде нарықта $8 миллион тұрады оценкасы. Начинали с нуля. Поэтому капитализация жағынан да өсіп жатыр, бұйырса шетелге сатылатын шығар, но басында фундаментте мен консультация жасадым, почему нет деген сияқты мәселе ғой. Так что результаты я вижу, да. Сатып аласың ба? 450 мыңға. Без проблем это. Қазіргі негізгі табыс көзіңіз сол қаржылық сауаттылық? Консультация. И курсы. Одан бөлек хоббиіңіз бар екен, кино разбор жасайды екенсіз. Кино разборлар жасаймын, түнгі шай рубрикам. Сосын қазақша Тиндер. Мен көрген жоқпын. Ол 2 рет шықты. Мен мынандай қоғамда мынандай проблеманы көрдім. Жігіттер, мынандай жігіттер бар да, ответственный, жақсы жігіттер бар. Кәдімгі жұмысқа кіріседі. Өйткені түсінеді да, жауапкершілікті. Мен өзімді бағуым керек, ата-анамды бағуым керек, ертең семьямды бағуым керек дейді да. Ол қарым-қатынасты ұмытып кетеді да, жұмысқа беріліп кетеді. Сөйтіп неше түрлі осындай бір ақылды, мықты эксперт жігіттер бар, қарым-қатынаста не очень жастар 27-28-ге келді. Мен үйленгім келеді, мен қыздармен сөйлесуге ұялам, қыздармен қай жерде танысуды білмеймін дейді да. А менде 95% аудитория қыздар. Жігіт қайдан табам, жұмыс істейтін жігіт қайдан табам дейтіндер ше, толып отыр менде ырбақай қыздар. Жаңа жігіттермен өзім лично сөйлесем ғой. Давай, әкел, резюмеңді әкел, кім не істеп жатсың, қандай қызығушылығың бар деп ше. Темекі жейсің ба, не істейсің, қай рудансың деп бәрін біліп аламын. Қазақша Тиндер жасаймын жаңағыдай. Тиндер, так, стоп, отырыңдар. Мынандай мен жеңгетайға орамал тағып аламын, образға кіріп. Сосын айтамын, менің мынандай қайным бар, аты Нұрбол деп ше. Мына жерде ол врач болғанда да ол дандай врач деп ше. Кәдімгі понятным языком объясняю, какие перспективы у него в профессии. И жаңағыдай еріккендер, сондай ақша таппайтын жігіттерді шығармаймын, сразу говорю. Жаңағыдай ақша табатын, өз жұмысының эксперті, сондай жігіттерді мен қыздарға таныстырам. Олар реально қыздармен танысып, өздерін кішкене сенімді сезініп. Ол да бір саған көп қыздар внимание жасаса,
кішкене авторитетің өсіп қалады ғой енді өйткені мен де нормальный екенмін ғой деген сияқты да. Өйткені жұмысқа көңіл кеткен жігіттерде осындай проблема болды. Жастар 30-ға 32-ге келгенше ешкіммен сөйлеспегендіктен даже мынау коммуникация тілі дамымайды да, қыздармен сөйлесу. Өзім сөйлессем мен түсінбейтін сияқты дейді да. А так сен көп қыздарды соған тартып қоясың да, сосын ол кішкене бетіне істеп қалады, сенімді болады өзіне ше. Неплохо, 2 раза провела, бірақ қазір соңғы кезде ана 18, 19, 20-дағы жігіттер жас кетті да, мені шығарыңызшы деп. Қанша дегенмен жаңағыдай өте серьезно жұмыс істейтін сондай жігіттерге бір өзінің бір комплекстарын жеңіп, сондай үлкен аудиторияға шығуға андай несі жетпейді. У меня переходы, знаете, сколько? 19-дағыларға қыз таппай жүрме сонда? Соны енді ойлайды да, маған да шығуға болады екен деп ше. А негізі уже мен де цель 25-тен жоғары жігіттерді не істеу ғой. Знаешь, какие переходы? 13 мың переход қой бір парақшаға. 13 мың переход. Ана жігіт көмілді дейсің. Көмілді. Я рада помочь таким парням. Почему нет? Көмектесу жақсы ғой, бірақ одан кейін нәтижелерін көрген жоқсың ба? Енді недавно же бірден махаббат болып кету деген көреміз енді, уақыт көрсетеді. Мен жаңағы сұрақты түйіндей кеткім келіп отыр осы жерде. Рубрика киноразбор туралы бастадық. Жоқ, қазір мен киноны қазір қоям. Қаржылық сауат, яғни қазақстандықтардың басындағы басты проблема, яғни айтып жатсыз ғой жаңа бизнес ашқысы келеді, бастағысы келеді, кредит неден аламын қалай. Проблема неде? Психологияда ма тек қана? Жоқ, қаржылық сауаттылықтың біздің мектеп қабырғасынан үйретпеуінде. Мен жақсы досым бар, Игіліков Талғат деген. Алматыда біз көрші болдық офиспен. Кейін қазір Астанаға көшіп кетті. Сол кісі Көкшетаудың кісі енді орыс тілі оқыған ғой. Балаларға оқулық дайындап жазып жатыр. Кәдімгі министерстводан бүкіл учетқа не істеп, 1-ші сыныптан бастап балалардың қаржылық сауаттылықтарын қолға алу. Әлі жазып біткен жоқ кітаптарының бәрін. Осы салада ол өте көп жұмыс істеді. Мына банкротство жайлы заң шықты ғой бізде. Сол жерге де консультант болып кірді Талғат. Өте мықты маман, и ол айтады да, бізде қаржылық сауаттылықты ақша тапқаннан кейін ертең үйренесің деп не қылады. Негізі ол бала кезден үйрену керек. И екінші білім, бала кезден дұрыстап білетініміз, ол жыныстық сауаттылық. Осы екі тема. Бізде Қазақстанда ақшаны айтсаң ұят, ақша туралы әңгіме айтса, бәрі ұялып беттерін есе, сосын опять-таки жыныстық қатынас туралы әңгіме болған кезде бәрі деп ұялып қалады бәрі. Основная проблема содан. Дұрыс жыныстық тәрбие баламен ұл қызға берілу керек. Бірінші, екінші ақша. Осы екеуі қолға алынса, экономикада жалпы қоғамда көптеген проблеманың алдын аласыздар. Қаржылық сауаттылық дұрыс подача болу керек, жаңағыдай әйелден бәрін істейді деген ондай болмау керек. Қазір ақасы оқулықтарда сондай бар екен. Әйел деген ол үйдің тірлігін істейді, еркек деген жұмыс істейді. Оқулықта бар екен сондай. Қай оқулықта? Білмеймін, маған біреу жіберді, я не запомнила. Ужас. Прям әйел адам осындай үйдің тірлігін істейді, анау еркек деген андай деген. Білмеймін, самопознание ма деген ба? Да. Маған көп жас оқушылар жібереді, кәдімгі мектепте мұғалім бізге осылай айтты деп видеосын жіберген кәдімгі 1-2 мұғалімнің ше, сендер қыздар оқымай қойыңдар. Бәрібір ертең үйде отырасыңдар сендер. Ана ұлдарды оқыту керек деп айтқан кәдімгі видеосын жіберіп, мен шок болғам. Самая главная важная задача для женщины удачно выйти замуж дейді болды. И қыздардың бәрі жақсы жігіт қайдан табам деген сұрақтың төркіні сол жақта да. Өйткені миға құяды да. Сен удачно байға тисең болды. Главное байға тиіші. Тәрбиелеп аласың өзің. Қалай тәрбиелейсің өзің? Өзің тәрбиелеп аласың, ештеңе етпейді деген сияқты. Біреудің 20-ға келген баласын қайда тәрбиелейсің? Минимум 20-ға келген баласын. Как минимум 20-дан кейін үйленеді көбісі. Кино разборға келейік. Тақиялы періште фильмдегі басты кейіпкер әдеттегі мамсик ол. Ол жердегі анасы токсичный адам. Бүкіл Алматыда дап-дарда еркекке қатын іздеп жүр. Біз соны күліп көрдік. Сол жерде болып жатқан жағдайды норма деп қабылдайсың. Сен оны норма деп қабылдағаннан кейін сол өмірді сүресің. Біздің әке-шешеміз сол фильмді көріп күлетін. Содан ол нормаға айналып кетті депсіз бір сөзіңізде. Демек, Тақиялы періште фильмі, сіздіңше бұл фильм қате фильм, оны көрудің қажеті жоқ. Солай ма? Оны дұрыс көру керек та. Ол киноны дұрыс көру керек. Яғни нельзя повторять Танапайды. Бізде бұл жерде на самом деле режиссер Шакен Айманов ол кинода жалпы сол 60 нешінші жылғы кино сол 65 па сондай ол. Сондай 65 жыл болған кино әлі күнге дейін қоғамда әйелдердің поведениесі, мамалардың поведениесі сондай да. Сондықтан да әліге дейін қоғамда өте көп мамсиктер. Но киноны егер дұрыстап қарайтын болсаңыздар, мен өзім парақшамда соған полный разбор жасаған, детально қарасаңыздар, ол жерде тайлақ вообще басқа адам. Бізге көрсеткендей андай тайлақты тупой қылып көрсетеді, тупой қатын тауып алмайды, бұған шешесі тауып берді деген сияқты да. Бүйтіп қарасаң, негізі бұл жерде Тана апайдың әрекеті дұрыс емес. И на самом деле ол өз өмірін сүру керек деп соңында Шакен Айманов атамыз оны байға беріп жіберді ғой даже.
біз соны дұрыс түсінуіміз керек та. Мен сол киноны разбор жасаған кезде маған өте көп мынандай ответ келді ғой, обратный связь келді да. Бүйтеді, мә біз соңында Танапайдың күйеуге тигенін ешкім мән бермепті ғой. Ешкім мән кімнің той бермеген. екенін түсінбей қалған. Бәрінің көргені әйеліңе дұрыс қатынап беру, бәрі соңғы айтылады. Иә. Бәрі соңғы айтылады. Өткенде кім Сабиркин Лейстің ба рекламасын жасады. Сонда основасында сценарийінде баласы неше түрлі қыздарды келіп таныстырып жатыр да. Спортсменка бола ма сен? Ойбай жоқ болмайды. Анау бола ма? Ойбай жоқ болмайды. Что? Типа, what? Что это такое? Иә. Яғни әлі де бізде әйел мамасы баласына қатын тауып береді деген тема актуальный. Бұл ол қазір жасы 30-ға 25-ге келген кезде қатын тауып беріп жатыр да. Значит, ол оған дейін оның жаңағыдай киімін жуып берді, тамағын істеп берді. Не болды? Киіндің ба? Ойбай, Астана суық. Астанаға жұмысқа жіберіп жатыр да. Астана суық қой, жылы киініп жүрсің ба? Вот это вот разговоры вот эти все, да. Яғни бытовой инвалид. Бытовой инвалид жаңағы өзіне дұрыс жар таба алмаудың проблемасы. Жігіттер өте көп жар таңдауда қателеседі. Ал Тақиялы періште сериалы ше сол атпен шыққан. Жанар Айжанова басты рөл ойнайды. Мен көрмеппін оны. Көргенсіз оны. Көргенсіз әртүрлі. Әртүрлі персонаждағы. Жап аузыңды дейтін неужели көрмедің оны? Келіндер алып келеді, мамана бола ма? Жанар Айжанова бізде Қазақстанда ене керек болатын болса, Жанар Айжанованы шақырады жандай. Таксичный ене керек болатын. На самом деле, она не такой же человек. Өмірде ондай адам емес қой. Но как-то вот так вот адамды өзінің артынан ролі артында қуып кетеді да. Жоқ, жалпы сол сериалдың ұстанымы, бағыты дұрыс па? Дұрыс емес. Дұрыс емес, жалпы қою керек. Жоқ, ол мынандай нәрсені түсіну керек. Тақиялып жаңағы періште. Шәкен Айманов түсірген. Шәкен Аймановта ол өзінің махаббатын тауып, соңында өзінің деген жасайды, мысалы. Иә. Жоқ, ол фильм жаман фильм емес қой. Жоқ, бірақ мы говорим про поведение. Акцент басқасында болды да. Акцент шешесінің келін іздеуінде болды. Хотя соңында махаббат жеңді, ол өзінің өмірін жасады, анау өзінің сүйгеніне қосылды деген сияқты. Мамасы қанша басқа қыздарды алып келгенмен, ол соңында өзінің сүйгеніне қосылды ғой. И ал қалай Тақиясыз періште ме ол сериалдың аты, Жанар Айжанова ойнайтын да. Ол кезде керісінше жаңағы ана жігіт инвалид, күйеуі инвалид, сөйлей алмайды, ана әйел не айтса сол болатын қылып абьюзер қылып көрсетіп тастады да. Ол енді күлкі үшін істелген нәрсе, бірақ оның астарында ол үлкен идеологиялық осалдық о жерде ше. Оны жасап отырған авторлар сол нәрсені түсіну керек еді. Олар жаңа күлкі етіп, ол нәрсені нормаға айналдырып жүрген нәрсе. Кез келген нәрсені күлкіге айналдырсаң, ол нормаға айналып кетеді. Иә, ол сериалдың несі жоқ қой сосын, моралі жоқ қой. Шәкен Аймановтың киносында мораль бар. Соңында ол Танапайды байға беріп тынды ғой. Он подсказал. Кинода сосын өзі де бүйтіп арасында бір кейбір киноларында Шәкен өзі арасында бүйтіп бір кадрға түсіп қоятын бар ғой, типа мен бұл кинода негізі әшейін массовкамын деген сияқты сондай моменттер вообще күшті түседі. Кино вообще гений своего времени. Я считаю, что он родился слишком рано. Қазір туылса, ол қазір Оскар алып беретін еді деп ойлаймын қазақта. Өйткені неден заманнан озып туған кісі деп ойлаймын. Демек, отбасын құруда ата-ана араласудың қажеті жоқ. Жалпы қызбен танысуда, болмаса келін түсіруде, күйеуге шығу кезінде. Основасы Асхат мынандай да. Менің балам өзінің көзі соқыр. Ол жақсы адам танымайды, мен тауып берем деген сияқты ұстаным да. Ата-анада ше. Ер адам ол көп оқу керек, көп білу керек, өзінің жарын дұрыс таңдай алу керек. Бізде ер адамдар жар таңдауға барған кезде тамақ істей аласың ба, сиыр сауып аласың ба, сөйтіп таңдайды. По бытовым признакам. Ол қандай адам, мен онымен қалай сөйлесем, ертең бірге онымен қалай отырам, ол мен балаларыма не айтып береді, оны ешкім біліп жатқан жоқ. Рөлі қандай ата-ананың? Қыз бен жігіттің сөз байласуында, отау құруында? Қазіргі кезде тек қана құда болып дайын болып бару ма, киініп? Жоқ, таныстыру керек. Бірақ бұл жерде мынандай болмау керек та, ата-ананың ұлға деген қарым-қатынасы, сен бәрі ештеңе түсінбейсің. Біздің айтқанымыз болады емес. Пәленшенің қызын аласың. Иә, одай емес. Таныстыру керек ата-анамен ше. Но бала да қыз да ата-ананың мнениесін бәрібір мнениесіне құлақ аса алу керек. Андай соқыр не емес та. Бүйтіп маған қыздар тоже жазады да. Мен осындай жігітімді маған әке-шешем қабылдамай жатыр, оған тимейсің деп айтып жатыр. Подожди. Сен ата-анаңды тыңда деймін. Особенно қыз балаға ата-анасын тыңдау керек. И жігіттерге де тыңдау керек та. Но не так, чтобы выбор делали они. Олардың комментарийі керек. Ата-ананың комментарийі керек, өйткені ол көпті көрген, көпті біледі. Бірақ бұл жерде сен өзіңнің де таңдау, өзіңнің де умозаключениең болу керек та, мынау шарикте жұмыс істеу керек. Без этого нельзя. Яғни сен не үшін таңдап жатсың бұл жарыңды? Қандай принциппен таңдап жатсың? Қамыр жайып, жаңағы сиыр сауып алған үшін ба?
или тебе интересно с этим человеком. Ертең сендер туған баланы бұл әйел не деп тәрбиелейді? Не айтады? Оның басында шариғы бар ма ол әйелдің? Что? Не қызықтырды сені? Яғни адамның контекстіне қарау керек та, бұл адам кім? И контекстке қарауда баяғыда біздің ата-анамыз сонда не істеген кезде контекстке қарауға ата-анамыз көмектескен бұрындары. Иә, жаңағы көрші қолаңнан сұрайды. Қазір мына қалада тұрғаннан кейін көрші қолаңнан онша сұрай алмайсың енді. Иә, сұрастырамайсың. Сондықтан да жалпы адамның контекстін тану керек, сөйлесу керек. Я вообще рекомендую брак строить с друзьями, да? Бірінші дос болыңдар, сосын үйленіңдер деп ше. Потому что сен досыңмен отырған кезде айта бересің ғой. Жасырмайсың, маска кимейсің, ашық та. И сен уже адамды жақсы көресің. Оның бір какой-то бір признактарын емес, ты любишь человека, а не какой-то ярлык. Сондықтан да дос болып барып үйленген отбасылар менің байқауымша больше крепче стоят на ногах, чем сен қамыр жая аласың ба, нормально, мамашкаға как раз мамашка шаршап жүр деген әңгімемен үйленгендер ажырасады. Мамашка немере сағынып жүр, бір нәресте иіскегісі келіп жүр, достарының бәрі немересі бар, сол мамашка үйлен деп жатыр деген үйленіп кеткендер страдают потом. Или сосын шешесіне айтады, айттың ғой үйлен деп, үйлендім әне, болды, енді үйлесіңдер екеуің дейді, болды, өзі кетеді лағып. Енемен келін қалады сосын ортада тарс-тұрс. Ата-ана консультант ретінде керек, эксперт ретінде, өмір көрген адам ретінде керек, одан сұрау керек. Бірақ сен өзің миыңды істетіп таңдаған адамның кім екенін білу керексің. Ал егер таңдау жасай алмаса? Это его проблема. Инвалид ол. Оған үйленуге противопоказано. Учись. Не, білім белгілі тола. бір жасқа келгенге дейін. Конечно. Мүмкін 10 жыл беру керек шығар тағы да. Негізі үйлену дегенде ол эволюцияның бір түрі ғой, по идее. Ты имеешь право размножаться или не имеешь право размножаться? Созрел, не созрел? Конечно. Өйткені көп адам бар, который вот ойлайсың, мә, мынаған үйлену керек емес деген ше. Шын мәнінде. В общем, отбасы болмайды маған. Мынаған көбейді болмайды дейтін адамдар бар ше, шын мәнінде. Тыңдамайды деген әңгіме осы жерден бастады. Ну да. Да. Сен неге мені тыңдамайсың? То есть авторитарно тәрбиеде ата-ана тек қана өзінің айтқанын істейді, баланы тыңдамайды. Сөйтеді, ол уже жауапсыз болып өседі. Сендер айттыңдар ғой? Сендер айттыңдар, иә. Дейді, болды, пожалуйста, получай инвалида. Любой нәрседе сол. Өйткені жаңағыдай айтқанды істету. Жаңағыдай әйелің айтқаныңды істемесе деген темада, балаң айтқанын істемесе, баланы ұру норма көп отбасыда. Ұрмасаң болмайды, ұрыспасаң болмайды, а разговаривать нет. Конечно, не разговаривать не умеет, потому что элементарно әйелмен күйеуі отырып, өзін не нәрсе көңіліңе жеп айтамайды ғой, ауыз тек қана тамақ жеуге ғана керек деп ойлайды ғой. Объясни, разъясни, что тебя беспокоит. Тура сол сияқты сен балаңмен де сөйлесу керексің да, ұрладың, не үшін ұрладың? Что не так? Хорошо, 2 жастағы бала ақша ұрласа, он не может объяснить. Но 12-дегі бала может объяснить. Поговори, не бей его. Сөйлеспейді. Тәрбиеде бізде сөйлесу жоқ, только авторитетно істейсің, немесе таяқ жейсің. Тыңдауың керек. Тыңдау. Дрессировать етеді ғой. Дрессировка. Поэтому и получай қоғамда осындай адамдарды. Тұлға ретінде өсіру деген бізде жаңағы тең, хотя сөз жүзінде барлық айтамыз жаңағыдай. Ойбай, жаңағы 5 жасына дейін патша қылып өсір, одан кейін құлын сияқты жұмса деген нәрсені айтамыз да, но оның бәрі сөз жүзінде қалады. Іс жүзінде ешкім сөйлеспей қалады. Енді құл сияқты дейді, ұрады ғой. Иә, ұрады ғой. Құл сияқты жұмсау дегенде де түсінбейді ол. Контекстін түсінбейді. Дүре соғып десе. Иә. Жақсы әңгімелестік. Енді өткен жолы бізде қонақта болған психолог, саяхатшы Динара Болаттың сұрағын сізге қойғым келіп отыр. Давайте. Ізгі қоғам құру үшін біз не істей аламыз? Білімге мән беру керек. Ең бірінші. Жаңа айтқанымдай, мектеп қабырғасынан бастап дұрыс қаржылық тәрбие, половое воспитание дұрыс жолға қойылу керек. Половое воспитание жайлы даже балапан арнасында дұрыс ақпарат берілу керек. Мультфильм түрінде ма, ақшаның темасы балапан арнасында айту. Бәрі балапан арнасын көреді. Мультфильм түрінде, сондай мультфильм істейдіңдерші, ақшаны дұрыс табу, дұрыс жарату. Сен жұмысқа барасың, сол үшін айлық аласың деген. А не так, чтобы ты сиди там, не знаю, блогер болып кетесің аяқ астынан. Жасыл носки кисең, кошелек зарядтасаң ақшаң болады емес қой. Я сен жұмыс істейсің, қызмет көрсетесің, тауар сатасың, сол үшін ақша аласың. Яғни элементарно экономикалық вопростарды бала тілінде мультфильм түрінде үйретсе, осы образование мәселесіне көп акцент қойса, мұғалімдердің біліміне, мұғалімдердің жауапкершілігіне көп акцент қойса. Жаңағыдай, мысалы да қыздар сендер не қасыңдар, ұлдар оқысын деген әңгімен мұғалім ол индивидуально өз қызмет орнында она это придумала. Понимаете, осы мәселеде мұғалімдердің өзіне сондай дұрыс бағыт беру керек, қыз баласының орны қоғамдағы өзгеру керек. Я думаю, я надеюсь, что өзгереді. Өзгеріп келе жатқан сияқты болып көрінеді өзіме әйтеуір. Маған да солай сияқты, или мен өзімнің бір информационный полемда бір капсуланың ішінде қалып қойдым ба, я не знаю, маған солай сияқты. Сондықтан да мен эфирге шығамын, сондықтан да мен айтамын,
хейт жасаймын. Хейт болған кезде ол күшті тарайды да бір-біріне ше. Иә. Зато ойда қалады. есте хайп қалады. керек қой әрине. Иә. Хайп Онсыз болмаса да таралмай қызық тұр емес, ғой. иә. Онсыз таралмайды, иә. Сіздің сұрағыңыз бар ма? Келесі қонаққа қоятын. Қандай А, киноға киноразбор жасайын? Жақсы. Бұл сұрақ көрермендерге болсын. Көрермендерге келген экспертке де болсын. Кез келген өзіңіздің бір көкейіңізде жүрген киноны жазып кетіңіз. Соны мен Талдап берейін. Иә. Рахмет сізге көп-көп, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. 1 сағат білінбей өтіп кетті. иә. Иә. Андай деп бір тақырыптан бір тақырыпқа күшті. Разгон. Бізде бүгін қонақта болған қаржыгер коуч, блогер Роза Әжірбаева. Біз сіздермен қоштасамыз. Біздің каналымызға тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар. Сау болыңыздар. Бар ма? Болды ма? Все? Все.